Заманауи жас ұрпаққа баспа машиналары әрине бейтаныс. Қазіргі уақытта олар жарамсыз болып қалды. Олардың қызметін принтерлермен жабдықталған дербес компьютерлер орындай бастады. Бірақ 20 ғасырда баспа машинасыз кеңсені немесе ұйымды елестету мүмкін емес еді. Баспа машиналарының бірнеше түрі бар. Біріншіден, бұл механикалық кеңсе жабдығы. Массасы бойынша олар өте ауыр, көп орынды алады, бірақ сенімді және кеңсе жұмысында пайдалы. Самиздат әдебиетін таратпау мақсатында бос сатылымда сатылмады. Кеңес заманында қаріптердің көптеген үлгілері құзыретті органдардың есебінде болды. Кеңсе машинасында 8 немесе одан да көп көшірмелерді басып шығаруға болатын. Портативті машиналар керісінше салмағы жеңіл және кішірек болды. Олар тұрақты жұмыс орнын қажет етпеді. Кеңсе машинасынан айырмашылығы ол 4 қана көшірме жасай алады. Мұндай машиналарды тасымалдауға және сақтауға арнайы қораптары болған. Портативті машиналарды журналистер және жазушылар пайдаланған. Себебі мұндай машинаны өзімен бірге алып жүру өте ыңғайлы. Электр машиналары болды. Олар тоққа қосу арқылы жұмыс істеді. Мұндай машиналарды басып шығару жылдамдығы жоғарырақ. Механизм пернелерді басуда да аз күш жұмсауға мүмкіндік береді және күймешесі автоматты түрде қайтарылып отырды. Көшірмені басып шығару үшін көшірме қағаз қолданылды. Бұл бір жағынан сия қабаты бар жұқа парақ. Көшіргіштің негізінен қара және көк түсті болды. Сирек жағдайларда түрлі түсті қызыл, жасыл, сары түстер қолданылды. Көшірме парағы ұзаққа жетпеді. Әрбір қолданумен ондағы сия жойылып отырды. Бірнеше көшірме жасау үшін A4 параға алынды. Олардың арасына сия жағын төмен қаратып, көшірме қағаз, содан кейін парақ салынды. Қанша көшірме жасау керек болғанына байланысты бұл әрекет қайталанылып отырды. Баспа машинасы 600-ден астам бөліктен тұратын күрделі техникалық жабдық. Баспа машинасының құрылғысын схемалық түрде 3 бөлікке бөлуге болады. Баспа машинасының перне тақтасы, негізгі механизмдер орналасқан корпус және қағаз парағын тасымалдауға арналған күймеше. Машинаның жұмыс принципі салынған қағазға арнайы тетіктердің арқасында әртүрлі таңбаларды басу. Олар бір жағынан пернелер, ал екінші жағынан металл литерлер, әріптер орналасқан алаңшамен аяқталды. Сөзбе-сөз айтсақ, бұл көрініс былай көрінеді. Қажетті пернені басқан кезде тетік таспаға тиеді. Осылайша қағаз парағына литер басылады. Қағазға таңбаны нақты басып шығару үшін баспа машиналарына арналған арнайы таспа қолданады. Таспаға сия басылған. Көптеген баспа машиналарына ені 13 мм, ұзындығы 8-10 мм таспалар қажет. Олар арнайы шарғыға оралған. Таспалар 1 және 2 түсті болады. 2 қара қызыл түстер барлық машиналарда қолдана бермейді. Егер машинада Deluxe деп жазылу болса, онда мұндай машинада 2 түсті таспаны пайдалануға болады. Таспасы бар шарғы машинаның корпусында орналасқан. Түзету таспасы да бар. Бұл қателерді түзетуге мүмкіндік береді. Таспа таңбаның кеңселік түзеткіш таспа сияқты ақ бояумен бояйды. Басып шығару үшін парақты жүктеу керек. Ол білекшемен қағаздың ұстап тұратын қалқаның арасына салынады. Тетікті артқы позицияға түсіріп, жүктелген парақты бұйрамыз. Сызғышты жылжытып, парақты іліп алып қысамыз. Соңына дейін оңға жылжытып, күймешені жолдың басына апарамыз. Осылай әріптерді теруді бастаймыз. Жазба жолдың соңында қоңырау естіледі. Бұл жаңа жолға өту керек дегенді білдіреді. Біз күймешені басына қайтарамыз және оны ауысу тетігін жаңа жолға жылжытамыз. Нәтижесінде біз баспаны мәтіннің және көшірме қағазының арқасында осы мәтіннің көшірмесін аламыз. Өткен заманның жабдықтары біздің өмірімізден біртіндеп кетіп барады. Олардың орнына жаңа жетілдірілген түрлер келуде. Бұл баспа машинасына да қатысты. Бүгінде олар музей жәдігерлері мен антикварлық құндылыққа айналуда.